Куркума бұл имбирь тұқымдасына жататын өсімдіктен алынатын, табиғи қанық сары түске боялған дәмдеуіш. Оны тек тамаққа дәмдеуіш ретінде ғана емес, сонымен қатар көптеген ауруларды емдеу және алдын алу үшін де қолданады. Куркума бұл табиғи керемет антибиотик. Бұның денсаулыққа пайдасы өте көп. Куркума арқылы денсаулыққа зиян келтірместен емделуге болады. Оны дәмдеуіш ретінде тамаққа үнемі қосып отыруды әдетке айналдырған жөн. Әсіресе плов тамағына қоссаңыз, тамағыңызды әдемі түске бояп, дәмді етеді. Куркума қосылған су керемет антисептик. Ол ауру тудыратын бактерияларды жояды және ағзаның жұқпалы ауруларға деген төзімділігін арттырады. Оны дайындау оңай. Ол үшін стаканды ыстық сумен толтырыңыз. Оған жарты шай қасық ұнтақталған куркума салыңыз. Барлығын жақсылап араластырып, ерітіндіні жылы күйінде ішу керек. Куркума қосылған су сонымен қатар арықтауға көмектеседі. Себебі оның ағзаға мынадай әсерлері бар. Ас қорытуды жақсартады, зат алмасуды белсенді етеді, ағзадағы токсиндер мен қоқыстарды шығарады, тәбетті басады және тоқтық сезімін сыйлайды. Тәттіге деген құштарлықты азайтады және майлардың пайда болуына жол бермейді. Куркума қосылған суды 6 жасқа дейінгі балаларға, жүкті және бала емізетін әйелдерге ішуге болмайды. Сонымен қатар, куркуманы және балды жылы сүтке қосып ішу арқылы сіз жөтел мен фарингитті емдей аласыз. Куркуманың теріге де керемет пайдасы бар. Дәмдеуіш, экзема, псориаз және грибок сияқты тері ауруларын емдеу үшін тиімді қолданылады. Куркума антисептик қызметін атқарады. Зақымдалған теріні дезинфекциялайды, қышу мен қабынуды жеңілдетеді. Куркума сондай-ақ шаш пен тырнақтың көрінісін жақсартады. Сонымен қатар, ол қайызғақтың тиімді құралы. Ол терінің қышқылдығын қалыпқа келтіре отырып, бактерияларды жояды және қышуды азайтады және шаштың түсуін тоқтатады. Ол үшін күніне куркума мен бал қосылған 1 стакан сүт ішу керек. Сонымен қатар, куркумадан шашты қалпына келтіретін және нәрлендіретін шашқа арналған маска да дайындауға болады. Куркуманың тағы бір керемет қасиеті, ол антиоксидантқа өте бай. Соның арқасында куркуманың бет терісінің күтіміне де пайдасы орасан зор. Куркумадан жасалған маскалар теріні тегістейді, бетті пайдалы элементтермен нәрлендіреді, әжімдерді кетіреді, жасартады және бетіңіздің табиғи жылтырап тұруын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бетіңізде тыртықтар мен шрамдар болса, оларды жазады. Ол үшін йогурт немесе айран немесе қаймаққа 1 шай қасық куркума мен балды араластырып, маска жасап бетіңізге жақсаңыз болады. 15-20 минуттан соң жақсылап жуып тастасаңыз болғаны. Осы сияқты масканы аптасына 2 рет жасап тұрсаңыз болады. Бұндай куркума қосылған маскалар бетіңізді керемет нәрлендіріп, табиғи жылтыратады. Куркуманы кәдімгі дүкендердегі дәмдеуіштер тұратын жерден таба аласыз. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар.